Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақта біз мына тақырыптарды қарастыратын боламыз. Пайдалы әрекет коэффициенті, күн жүйесі, ғаламшарлар, күн жүйесінің басқа да денелері, жыл мезгілдерінің ауысуы. Сабағымыздың негізгі мақсаты күн жүйесінің құрылымын, құрылысын сипаттау, күн жүйесіндегі денелер қозғалысының көзқарасынан күн, ай және жыл ұғымдарын түсіндіру, күнді айналып қозғалатын ғаламшарлардың қозғалысымен және орбита жазықтығына қатысты жердің айналу осінің көлбеуі арқылы жыл мезгілдерінің ауысуын түсіндіру. Табиғаттағы энергияның бір түрден екінші түрге айналуы бейнеленген. Энергия дегеніміз дененің жұмыс істей алу қабілеті екендігін біз білеміз. Дене қозғалысындағы механикалық энергияны қарастырайық. В жылдамдықпен допты жоғары қарай лақтырайық. Жылдамдық беру арқылы денеге кинетикалық энергия береміз, ал потенциалдық энергия нөлге тең. Доп жоғары көтерілген сайын жылдамдық кеміп, биіктік артады да максимал биіктікке жеткен кезде доп тоқтайды. Бұл жағдайда кинетикалық энергия нөлге тең, потенциалдық энергия максимал мәнге ие болады. Одан кейін доп құлайды, биіктік кеміп, жылдамдық арта бастайды. Бұл жағдайда биіктік нөлге тең болған кезде потенциалдық энергия да нөлге тең болады. Сонымен, қозғалыс төмен қарайда, кинетикалық энергия артып, потенциалдық энергия кемейді. Доп жоғары қарай лақтырған кезде керісінше болады. Берілген энергияның диаграммасы автомашинаның қозғалтқышына пайдалы энергиясы, яғни химиялық энергия дөңгелек пен қозғалтқыштың кинетикалық энергиясына айналады екен. Бұл жерде электр энергиясының жарық энергиясына айналуы бейнеленген. Энергия ешқайда жоғалмайды, жоқтан ештеңе пайда болмайды, ол тек бір түрден екінші түрге айналады. Энергияның сақталу заңы. Мұнда тек пайдалы энергия ғана бар, себебі машина гүрілдеген дыбыспен ыстық лептің болуы, ал электр шамында жылу энергиясының бар болуы. Массасы 70 килограмм адамның күнделікті өмірдегі шығын энергиясы есептелген. Мына кестеден қарап танысып алсаңыздар болады. Коэффициент полезного действия механизма. Рассматривая, как устроены рычаг и блок, мы не учитываем трение, которое возникает при взаимодействии частей системы, и вес рычага и блоков. То есть мы рассматривали идеальную систему. Однако на практике при выполнении работ этими нюансами нельзя пренебрегать. Рассчитывая, какую работу совершит тот или иной механизм, необходимо вносить поправки с учетом трения и веса самих механизмов. Полная работа системы всегда больше полезной работы. Это утверждение справедливо для всех простых механизмов. Обозначим полезную работу, работу по перемещению груза, буквой А с индексом P. Всю работу с учетом затрат на подъем самого механизма, веревок и на преодоление сил трения назовем полной или затраченной работой. Обозначается она буквой А с индексом Z. Используя буквенное обозначение, запишем неравенство этих работ. Полезная работа меньше затраченной. Отношение полезной работы к полной работе называется коэффициентом полезного действия механизма. Коэффициент полезного действия называют коротко, используя аббревиатуру КПД.
Часто КПД выражают в процентах, тогда коэффициент обозначают греческой буквой «это». При использовании того или иного механизма всегда обращают внимание на этот показатель. Каким же способом его можно уменьшить? Этого добиваются путем уменьшения трения и снижения веса элементов механизма. Решим задачу. Рассчитайте КПД рычага, если с помощью него был поднят груз массой 150 килограммов на 1 метр. При этом сила, приложенная к длинному концу рычага, совершила работу 2 килоджоуля. Запишем краткое условие. Полная работа равна 2 килоджоуля. Масса груза 150 килограммов. Ускорение свободного падения — величина постоянная и равна 9,8 ньютон на килограмм. Высота — 1 метр. Сила, которая приложена к длинному концу рычага, совершит полную затраченную работу. Переведем ее значение из килоджоулей в джоули. Для этого числовое значение величины умножим на 1000. Запишем массу груза и высоту, на которую он был поднят. Также запишем ускорение свободного падения. Эта константа понадобится при решении задачи. Найти необходимо КПД рычага. Для того, чтобы найти КПД, необходимо разделить полезную работу на затраченную. Полезную работу совершит сила, поднимающая груз на высоту h. Она равна произведению веса груза на высоту. Вес груза легко вычислить, умножив ускорение свободного падения на массу самого груза. Вес груза равен 1500 ньютонов. Умножив 1500 ньютонов на 1 метр, найдем полезную работу. Она равна 1500 джоулей. Найдя отношение полезной работы к полной и умножив результат на 100%, получаем КПД. КПД данного механизма равен 75%. Может ли быть КПД больше 100%? КПД не может быть больше 100%, так как полезная работа всегда меньше затраченной. Отношение полезной работы к полной всегда меньше единицы. Однако все же многие мыслители и изобретатели пытались сделать механизм, который бы преобразовывал всю затраченную работу в полезную. Такой воображаемый механизм, который безостановочно будет вращать сам себя, да еще при этом совершать работу, например, поднимать груз, получил название вечного двигателя. На рисунке изображен мнимый самодвижущийся механизм. Это один из многих неудачных проектов, созданных в древние времена. К краям колеса прикреплены откидные палочки с грузами на концах. При всяком положении колеса грузы на правой стороне будут откинуты дальше от центра, нежели на левой. Правая половина должна всегда перетягивать левую и тем самым заставлять колесо вращаться. Значит, колесо должно вращаться вечно, по крайней мере до тех пор, пока не перетрется его ось. Так думал изобретатель. Между тем, если смастерить такой двигатель, он вращаться не будет. Однако идея создания подобного двигателя так заманчива, что не оставляет умы людей по сей день. Мына жердегі тапсырмаларды дәптерімізге орындап, маған WhatsApp желісіне жібересіңдер. Ғарыш кеңістігін зерттеу. Алғашқы жасанды серік 1957 жылы 4 қазанда Байқоңырдан сәтті ұшырылды. Юрий Гагарин алғаш рет ғарышқа ұшқан адамзат болды. Ол осы ғарыш айлағынан 1961 жылы 12 сәуірде Восток 1 ғарыш кемесімен ұшырылды. Не себепті біз ғарышты зерттейтіндігімізді ойланыңыздар. Мұндай зерттеулерге қаражат шығындаудың қажеттілігі бар деп ойлайсыңдар ма? Күн жүйесі ортасында күн және оны айналған 8 ғаламшар мен астероидтар белдеуінен тұрады. Бұл аспан денелерінің бір-бірінен айырмашылықтары бар ма? Күн туралы жалпы мәлімет. Күндіз немесе жарық күн жер бетіне күннің түсуінен қалыптасқан жарқындық. Күнді бақылай келе ғалымдар ерте кезден-ақ оның жұлдыздар арасында қозғала отырып, бір жылда аспан сферасының үлкен дөңгелегі бойымен бір айналым жасайтынын байқаған.
Бұл үлкен дөңгелекті ежелгі гректер эклиптика деп атаған. Ол әлі күнге дейін астрономияда осы атауын сақтап келеді. Эклиптика зодиак шоқжұлдыздары деп аталатын 12 шоқжұлдыз арқылы өтеді. Олардың саны бір жыл ішіндегі айлар санына сәйкес келеді. Ал осы шоқжұлдыздардың жиыны зодиак белдеуі деп аталады. Күн зодиак шоқжұлдыздарының әрқайсысында бір ай шамасында болады. Сөйтіп күннің аспан сферасы бойынша жылдық жолы эклиптика деп аталады дедік. Күн эклиптика бойымен жылжи отырып аспан экваторын 21 наурыз және 23 қыркүйекке сәйкес келетін күн мен түннің теңелуі деп аталатын нүктелерде 2 рет қиып өтеді. Күн мен түннің көктемдегі теңелу нүктесі балықтар шоқжұлдызында, ал күзгі теңелу нүктесі таразы шоқжұлдызында болады. Ғаламшарлардың массасы және де олардың диаметрлері көрсетілген. Бұл ақпаратпен де видеоны тоқтату арқылы танысып алсаңдар болады. Меркурийда атмосфера жоқ, өлшемі мен массасы жағынан кіші. Күндіз температурасы 3000 градус болады, түнде -2000 градус. Меркурийдің серігі жоқ. Шолпан бұлт қоршап тұрады. 118 тәулік кері бағытта айналады, серігі жоқ. Қызыл жұлдыз. Көмірқышқыл газы жерден 2 есе аз. Жазда күндіз +200 градус, қыста түнде -1250 градусқа дейін барады. Серіктері Фобос, Деймос. Юпитер. Диаметрі жағынан жерден 11,5 есе үлкен. Күнді 11,9 жылда айналып өтеді, 16 серігі бар. Диаметрі жерден 9,10 есе үлкен. Күнді 29,5 жылда айналады, 17 серігі бар. 1781 жылы неміс астрономы Гершель ашқан. Күннен шыққан жылуды жерге қарағанда 400 есе кем алады, 15 серігі бар. Күнді 84 жылда айналып өтеді. Нептун. 1846 жылы француз Урбен Оливье, ағылшын Джон Адамс ашты. Және Плутон күннен 6 миллиард шақырым қашықтықта орналасқан. Күнді 247,7 жылда айналып өтеді, серігі Харон. Күннен 6 миллиард шақырым қашықтықта орналасқан. Күнді 247,7 жылда айналып өтеді, серігі Харон. Жер бетіндегі күннің ұзақтығы неге тең? Жердегі күн 24 сағатқа созылады. Не себепті күн мен түн ауысады? Егер жер өз өсінен айналуын тоқтатса не болар еді? Жер айналғанда күн мен түн ауысады. Жердің күнге қарама-қарсы жағында көлеңке болады. Біз оны түн дейміз. Ал жер өсінен айналмайтын болса, жердің жартысында үнемі күн, ал жартысында үнемі түн болып тұрар еді. Жыл мезгілдерінің ауысуы қалай жүзеге асатынын сипаттап беріңіздер. Жыл мезгілдерінің ауысуының 2 себебі бар. Жердің күнді эллипс тәрізді орбита бойымен айналуы, екінші жер өсінің көлбеу орналасу. Сондықтан жердің әртүрлі бөліктері күнге жер орбитасының әртүрлі бөліктеріне жақындайды. Жердің көлбеулігі әсерінен солтүстік жарты шарда жаз болғанда, оңтүстік жарты шарда қыс болады. Жыл мезгілдері адам үшін неге маңызды? Температура өзгеріс адам денсаулығына, ауыл шаруашылығына, жануарлар мен құстар өсіруге әсері бар. Жердің осыға қатысты көлбеулігі жоқ деп елестейік. Біз қандай жыл мезгілдерін бақылай алар едік? Жауабыңды негізде. Солтүстік жарты шарда және оңтүстік жарты шарда мезгілдер бір уақытта бірдей болады.